Теміржол саласында кемшілік көп. Вагондардың санитарлық жағдайы сын көтермейді, заңды белден басатын жол серіктері де азаяр емес. Қызылорда облысында теміржол саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында ұйымдастырылған арнайы рейд барысында Адал жол тобы бірқатар заңсыздықтарды әшкереледі. Қызылорда Көкшетау нөмірі 56 және Алматы Атырау нөмірі 41 пойыздар тексерілді. Ең бірінші кемшілік төсек жабдығы 6 ай сайын ауыстырылып тұруы тиіс төсеніштердің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Тіпті 2 жылдан бері жаңартылмағандары бар. Пойыздың 17 вагонның 16-сында осындай жағдай, ал 6 вагонда гигиеналық тазалық заттардың жоқ екені, ауызсу қондырғылары орнатылмаған анықталды. Вагон ескілеу, жаңағы төсек орындарда оншалы не емес, матрастары особенно. Ластау, жаңағы ескі болғасын. Унитаздары, жуынатын неде кранттарды онша лайықты. 5 сентябрь 2018 дейді. Онда уже 7 ай 8 ай екен. Шын ішінде ешқандай пешет басыма дат жолдым жоқ. Вагондардың тек санитарлық емес техникалық жағдайда көңіл көншітпейді. Міндетті тексеруден өтпегендері бар. Заводской нөмірі 12002 деген вагон. Жаңа айтамыз ғой, техникалық қызмет үшінші деген тотри деп айтамыз. Соның өткен туралы еш жерде белгіленбеген. Вагонның O8 деген кітабы бар, O8 деген. Сонда жазылмаған. Енді ол көрсетілмей қашан өтті, бірақ жолға рейске шығарған, ол пассажирді тасымалдап жүр. Адал жол тобы осындай 80 санитарлық техникалық кемшілікті әшкереледі. Билетсіз жүрген 37 жолаушыны анықтаған. 13 жол серік жауапқа тартылуда. 13 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұның көлемі өте жоғары. 1 миллионнан аса бір адам жол серікке салады. Олар жұмыстан кетеді, жаңағы қатаң жауапкершілікке тартылып жатыр. 2 әкімшілік хаттама толтырылды бұл бүгінгі рейдте. Мемлекеттік қызмет істері департаментімен жолаушы тасымалы акционерлік қоғамы арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған. Сондықтан мұндай рейд алдағы уақытта да жалғасады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.